Қызып тұрған майға күрішті қуырып, кешкі асқа ерекше мясо по-тайски тағамын жасадым. Алдымен қазанымызға май құйып, жақсылап қызғаннан соң етімізді салып, қызартып қуырамыз. Оның үстіне ірі етіп туралған пиязымызды саламыз, жақсылап араластырамыз және де дәмдеуіштер қосамыз. Мына жерде менде Вегетта фирмасының етке арналған дәмдеуші, осындай паприка, қара бұрышынан да салып жібердім. Етіңіз жұмсақ және де дәмді болып шығады. Сонымен қатар лабыр жапырағынан да қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, шамамен 10-15 минут көлемінде баяу отта қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан соң үстіне су құйып, етіміз толықтай піскенше баяу отта қалдырамыз. Вегетта дәмдеуіштерін сіздер өзіңіздің қалаңыздағы кез келген Анвар сауда желілерінен не болмаса басқа да дүкендерден алсаңыздар болады. Етіміз толықтай піскеннен соң осылай ірілеу етіп туралған қияр және де светофор болгар бұрыштарын саламыз. Сояви соустан қосып жақсылап араластырып, газдың баяу отында 5-10 минут көлемде қуырамыз. Енді бөлек ыдысқа май құйып, күрішті жақсылап қуырамыз. Үстіне қайнаған су құйып 20 минут көлемінде пісіреміз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де тойымды тағамдардың бірі. Менің пайдалы парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.